Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде жазылып кетейік. Әлихан Бөкейханұлы 1866 жылы 25 наурызда Семей облысы Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының 7-ші ауылында дүниеге келген. Бұл қазіргі Жезқазған облысы Ақтоғай ауданына қарасты Қаратал ауылы. Ол қазақтың ақырғы ханының бірі, Бөкейден тараған ұрпақтардың 4-ші буыны, Бөкей ханның шөпшегі. Әлихан өмір сүрген кезеңде патша билігі ұдайы жүргізіп отырған отаршылдық саясаты салдарынан қазақ халқы ғасырлар бойы қалыптасқан көшпенділердің дәстүрлі рулық қауымдастық қатынастарынан, жерінен де, тіпті оны пайдалану құқығынан да айырылды. Патшалық Ресейдің отаршылдық саясаты күшейіп, хандық биліктің байырғы құрылымдары жойылып, қазақтың салт дәстүр мен мәдениеті және оның өз жерінде дербес халық болып өмір сүруіне қатер төнді. Отарлаушы елдің озбыр саясатын жастайынан көріп, түйсініп өскен Әлиханның бойында отаршыл билікке ғана емес, жан алып, жан беріспей-ақ отарлық қамытты киюге мәжбүр еткен өз халқының бейғамдығы, салт санасы, тұрмыс тіршілігі, шаруашылығы туралы сыншыл көзқарасы да ерте қалыптасты. Әлиханды әкесі 9 жасында Қарқаралыға апарып, жергілікті молданың қолына оқуға береді. Бірақ зерделі бала молдадан оқығандардан гөрі осындағы мектепте оқып жүргендердің сауаттылығын аңғарып, қаладағы 3 сыныптық бастауыш мектепке өз еркімен ауысып алады. Оны бітіргеннен кейін 1879-1886 жылдары Қарқаралы қаласындағы қазақ балаларына арналған мектепте оқиды. 1866-1890 жылдар аралығындағы Омбыдағы техникалық училищеде оқып, оны техник мамандығы бойынша бітіріп шықты. Ал 1890-1894 жылдар аралығындағы Санкт-Петербургтегі Орман технологиялық институтының экономика факультетінде оқыды. Мұнда ол студенттік қызу пікірталастарға қатысып, 20 ғасырдың босағасын аттағалы тұрған Ресейдің қандай жолмен дамуы тиімді болатындығы туралы қайшылықты пікірлер мен қақтығыстарына куә болды. Өз ойында шыңдай түсті. 1905-1907 жылдардағы бірінші орыс революциясының қазақ даласында ұлт азаттық қозғалыстың бел алып өрістеуіне айтарлықтай ықпалын тигізген аласапыран жылдар болды. Нәтижесінде 1905 жылы Семей губерниясына қарасты Қарқаралы қаласында таяу қоянды жәрмеңкесінде Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың басшылығымен тұңғыш қазақ съезі болды. Онда патшалық Ресейдің отарлық езгісіне қарсы күшті наразылық білдірген қазақ қоғамының бірнеше баптардан тұратын басты саяси талап-тілектері айтылды. Ал Қарқаралы петициясы деп аталатын бұл саяси құжаттың авторлары Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынов, Жақып Ақбаев сынды ұлт зиялылары болды. Осы орайда Қарқаралы петициясына қатысы бар деген күдікпен Әлихан Бөкейханұлы алғашқыда Кереку, одан кейін Омбы түрмелеріне қамалған еді. Алайда 1906 жылы патшалық Ресейдегі бірінші мемлекеттік думаға сайлау науқаны кезінде Семей облысының қазақтары атынан депутат болып ұсынылды. Сөйтіп, депутаттық мандатқа ие болған Әлихан Бөкейханов түрмеден босатылып, Семейде өз сайлаушыларымен кездесу жиынын өткізеді. Әлихан Бөкейханұлы ары қарай жаңағы мемлекеттік думаның тарауы және Финляндияның Выборг қаласындағы Выборгское воззвание деген үлкен саяси оқиғаларға қатысумен жалғасады. Алайда, ел өміріндегі осындай күшті саяси толқуларды басып жаныштауға байланысты жергілікті патша үкіметі тарапынан Алаш ұлт азаттық қозғалыс қайраткерлерін қайта қуғындау басталады. Сөйтіп, 1908 жылы Әлихан Бөкейханұлы екінші рет Семей түрмесіне қамалады. 1917 жылғы патшалық Ресейдегі ақпан төңкерісімен тікелей байланысты болып келеді. Әлихан Бөкейханұлы ақпан төңкерісінен үлкен үміт күткен еді, бірақ үміті ақталмай қалды. Уақытша үкімет, оның ішінде кадет партиясының көсемдері, қазаққа автономия белгілері келмей жалтарды. Оның үстіне кадет басшыларымен ол жер мәселесі, шіркеуді үкіметтен бөлу және басқа мәселелер бойынша ымыраға келе алмай партия қатарынан шығып кетеді.
Әлихан Бөкейханұлы 1818 жылдан бастап өзінің Алашорда үкіметінің төрағасы қызметіне байланысты Семейде тұрды. Ол Алашорда үкіметінің ұлт кеңесі, Семей облыстық кеңесі, облыстық және уездік земство басқармалары, Алаш қалалық думасы, Алаш қалалық қоғамдық басқармасы тәрізді болашақ мемлекеттік басқару жүйелерін құруға қатысты қыруар істер атқарды. Сондай-ақ Алаш милициясы мен Алаш атты әскер полкын құруды да елеулі еңбек сіңірді. 1919-1920 жылдары Алаш партиясының көсемдері мен саяси белсенділеріне кешірім жасалып, большевиктік қызметтерге жіберіле бастайды. Әлихан жалпы Сібір съезді атты мақаласында найзаның ұшымен, айбалтаның жүзімен болған үкімет деп сипаттаған большевиктерге қызмет етуден бас тартады. Осы оппозициялық қылығы үшін 1920-1922 жылдары оған буржуазиялық ұлтшыл деген айдар тағылып, тергеулер жүргізіліп, айлап абақтыда да отырды. Сөйтіп, 1922 жылдың күзінде Әлихан Бөкейханұлы Мәскеуге жер аударылады. 1922 жылы Мәскеу қаласындағы ұлттар істері жөніндегі халық комиссариаты жанындағы орталық баспаның ғылыми қызметкері, ал 1926-27 жылдары Ресей ғылым академиясының ғылыми қызметкері ретінде қызметін атқарады. Сол жылдары ерекше комитеттің тапсыруымен Швецов басшылық еткен экономикалық, антропологиялық, этнографиялық экспедициясымен Қазақстанның зерттелмей қалған өлкесі Адай уезіне, қазіргі Атырау мен Маңғыстау облыстарына аттанады. Ол сол жердің табиғатын, экономикалық жағдайын, кіші жүздің тұрмыс тіршілігін, әдет-ғұрпын зерттейді. Соңында жиналған материалдарды өңдеп, қорытындылап, ғылыми еңбек жазып, ол еңбегі экспедицияның басқа материалдарымен бірге жарияланады. Ал 1937 жылдың 27 қыркүйегінде Қазақстан Кеңестік Республикалар Одағы жоғарғы сотының әскери коллегиясы Совет өкіметіне қарсы контрреволюциялық операцияларды басқарды деген жалған айыппен қазақтың ұлт-азаттық қозғалысының негізін қалаған аса көрнекті ғалымды өз елінен тыс жерде, Мәскеуде өлім жазасына кесуге үкім шығарады. Әлихан Бөкейханұлы өзінің соңғы тергеуінде кеңестік билікті сүйген емеспін, бірақ мойындауға мәжбүрмін деп мәлімдеді. Үкім сол күні-ақ жүзеге асырылып, Әлихан Бөкейхановты өлім жазасына кесті. Сөйтіп, жаңа үкімет алты алаштың көсемі Әлихан Бөкейхановты өлім жазасына кесе отырып, қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысының күре тамырын шауып тұншықтырмақ болды. Қазақтың ұлттық намысын, сана-сезімін аяққа таптамақ ниетін танытты. Осымен біздің шығарылымымыз аяғына келіп жетті. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырауды басып қояйық. Келесі кездескенше сау саламатта болайық ағайын.